Қайырлы күн қыздар, бүгін сіздерге ет қоспай-ақ дәмді болып шығатын және тез дайындалатын көкөністі рагудың рецептісін ұсынамын. Егер де менің каналымдағы видеоны бірінші рет көріп тұрсаңыз, каналыма жазылып тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Алдағы уақытта көптеген жаңа рецепттер салатын боламын. Менімен бірге видеоны соңына дейін қараңыз. Ең алдымен бұл тағамды дайындау үшін баклажанды екіге бөліп, орташа қалыңдықта кесеміз. Мендегі баклажан үлкен баклажан болғандықтан бір штук баклажанды қолдандым. Табамызға сұйық майды құйып, қатты отта баклажанды қуырамыз. Баклажанымыз қуырылып жатқан кезде бір штук пиязды турап баклажанмен бірге араластырып қуырамыз. Одан кейін 2 штук сәбізді ортасынан бөліп, оны да орташа қалыңдықта кесіп, табамызға салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Байқап қарап отырсаңыздар, барлығын қуыру барысында мен табаның бетін жауып қуырып жатырмын. Уақытыңызды алмау үшін алдын ала көкөністерді турамай, осылай кезекпен турап сала берсеңіздер болады. Себебі сіз келесі көкөністі турап саламын дегенше табамызға салған баклажан, пияз, сәбізіміз жақсы қуырылатын болады. Одан кейін кабачкиді тураймыз. Мендегі кабачки жас болғандықтан сыртын ашымадым. Егер сіз кабачкиді ұнатпайтын болсаңыз, оның орнына капуста қолдансаңыз болады. 3 дана болгар бұрышын қостым. Осындай көкөністерді турау кезінде өзіңізге қалай ыңғайлы, солай кесіп турасаңыздар болады. Үйдегі адам санына байланысты қажетіңізге қарай картошканы қосамыз. Барлығын турап, табамызға салғаннан кейін соңында 1 штук сарымсақты ұсақтап турап саламыз. Үстіне қажетіне қарай тұз қосамыз. Мен 2 шай қасық тұз, 2 шай қасық паприка. Менде томат пастасы болмағандықтан мен паприканы қостым. Егер де сізде томат пастасы болса, паприка қосып қажет емес. 2 штук лавр жапырағы және 1 шай қасық қара бұрышты қостым. Барлығын жақсылап араластырамыз. Табамыздың бетін жауып, картошкамызды қуырып аламыз. Картошкамыз қуырылғаннан кейін үстіне 1 кесе ыстық су құямыз. Бетін жауып, газдың астын ең төменгі отқа қоямыз. Шамамен 15-20 минуттан кейін біздің тамағымыз дайын болады. Тағамымыз дайын боламын дегенше, егер де сізде үстіне қосатын аскөктеріңіз бар болса, кез келген аскөкті қолданып пайдалансаңыз болады. Мінекей біздің дәмді, сулы тағамымыз дайын болып шықты. Жасап көріңіздер, ас болсын.